Қайырлы күн, қазақ елі. Бүгінгі тақырып тізенің қақсап ауруы. Қалай емдейтіні туралы толық айтып кетейін. Тізе ауруы жаста да, кәріде де кездеседі. Тіпті балабақша жасындағы балақайлардың өзі тізенің ауыратынын айтып шағымданады. Ал үлкен әже апаларымыз тіземнің көзі ауырады деп қолын тізесінен алмай уқалап отыратынын байқаймыз. Жалпы тізе неге ауырады? Тізе бір ғана себептен ауырмайды. Оның қақсап ауруына бірнеше жағдайлар себеп болады. Атап айтатын болсақ, жарақат алғанда, тізе шығып кеткенде, жартылай тайғанда, аяқ сынғанда және бұлшықет созылғанда тізе ауырады. Ауруы ұзаққа созылып, тіпті уақытылы емдетпесе, созылмалы ауруға ұласуы ықтимал. Ал егер тізенің буыны шағып кеткен болса, егер тізеңіздің ісіккенін байқасаңыз, онда тізе шығып кеткені болуы мүмкін. Тізе буынындағы ішкі және сыртқы шеміршек ажырағанда, мұндай диагноз негізінен спортпен айналысқандарда жиі кездеседі. Ал егер тізені бүккен уақытта сықырлап ауыратын болса, онда сізге минералды заттар жетіспейді деген сөз. Сіңір зақымданғанда, қатты ұрып алсаңыз, немесе құлап қалсаңыз, тізеңіздің арты мен айналасы ауырады. Бұл сіңірдің зақымданғанының белгісі болып келеді. Артроз бен артрит. 50 жастан асқандарда осы ауру белең алады. Бұл алдымен тізенің жұмысын тежейді. Аяқтың буынын қақсап, сырқырап ауруына келеді. Салдарынан жүріп тұру қиынға соғады. Тұз байлануы. Егер аяғыңыздың тізеден төмен тұсы ауыратын болса, онда ағзадағы несеп қышқылдарының көбейгендігін белгісі. Дереу тексеруден өтіп, арнайы ем жасаңыз. Тізенің ауырғанын үйде қалай емдеуге болады? Жаныңызға батып, мазаңызды алып жүрген бұл дерттен құтылу үшін мына 3 кеңесті назарыңызға ұсынамыз. Бірінші кеңес. Әрине, тізенің ауруына халықтық жолмен шипа табуға болады. Ол үшін 3 ас қасық мейіз, 4 ас қасық желатин, 2 ас қасық асқабақ дәні, 200 мл бал, 4 ас қасық күнжіт, 8 ас қасық зығыр дәні қажет. Дайындалу тәсілі. Алдымен дәндерді бір ыдысқа саламыз. Оның блендердің көмегімен жақсылап ұнтақтайсыз. Оған мейіз, желатин, күнжіт және бал қосып, тағы да блендермен араластырасыз. Біркелкі қоймалжың болған кезде шыны ыдысқа салып, қақпағын мықтап жабыңыз. Бұл ыдысты тоңазытқышқа сақтау керек. Дайын болған емдік қоспаны күніне 2 рет таңертең аш қарынға және түскі тамақтың алдын 1 ас қасықтан қабылдайсыз. 1 аптадан соң оң нәтижесіне көз жеткізесіз. Бұл қоспа тізенің ауруын басады, сіңірдің ауырғанын жазылып, қуаттандырады, буынның жұмысын жақсартады, зат алмасуды реттейді. Екінші кеңес. Фольга.
да өзінің кезегінде тізенің ауруына ем болатын қасиетке екенін білдіңіз бе? Ол үшін түнде ұйқыға жатардың алдын тізеңізді фольгамен ораңыз. Сыртынан жылы орап таңға дейін жатасыз. Осы әдісті ерінбей 3-4 күн жасасаңыз, тізенің ауырғаны басылады. 3-ші кеңес. Егер тізеңіздің айналасы ісініп, ауыра бастаса, сарымсақ майының көмегіне жүгініңіз. Ол үшін 400-300 грамм сарымсақты қабығынан тазалап, блендермен ұсақтайсыз. Үгіндіні 1 литрлік шыны банкіге салып, үстінен өсімдік майын құясыз. Ыдысты күн тимейтін жерге қойып, күнде 1-2 рет қозғап қойыңыз. Шамамен 2 аптадан соң езбені 4 қабатталған дәкемен сүзіп алыңыз. Дайын болған сарымсақ майын тізенің айналасына сіңіртіп, әбден уқалап жағыңыз. Тіпті аяғыңыздың ауыратын тұстарына жағуға да болады. Біркелкетіп жағып, одан кейін пленкамен орайсыз. Оның сыртынан жылы орамал байлау керек. Емді түнде жатар уақытта жасасаңыз тіпті жақсы. Осылайша таңға дейін жату керек. Бұл емді 1 рет жасағаннан соң оң нәтижесін көретініңіз сөзсіз. Сіздермен бірге болған мен Мадина. Каналыма жазылып, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Көп рахмет.